Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ауызда еритін, дастарханның сәнін келтіретін, күтерлік болып шығатын чак-чакты әзірлейтін боламыз. Ең әуелі 2 дана жұмыртқаны ыдысымызға жарып аламыз. Және қасықтың көмегімен оны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қолдың жұмыртқасын қолдансаңыздар да болады. Келесі кезекте 1 шай қасықты толтырмай тұз саламыз. Және 1 шай қасықты толтырмай үйдегі ас содасын салатын боламыз. Және 3 шай қасық қантымызды саламыз. Немесе 4 шай қасық қантты салуға болады. Чак-чагыңыз дәмді болсын десеңіз, қалауларыңыз бойынша. Және 1 шай қасықты толтырмай орташа көлемде разрыхитель қопсытқышты салып аламыз. Барлығын осылай қасықтың көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан етіп араластырамыз. Барлығы біркелкі масса болғанша. Жақсылап араласуы қажет. Және азырақ ұн сеуіп қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Міне, қамырымыз дайын, қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамырды 20 минутқа тынықтырамыз. Дайын болған қамырды мен осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бөлікке бөлмесеңіздер де болады. Маған осы түр ыңғайлы болғандықтан мен осылай бөліп алдым. Қолдың көмегімен осылай қамырымызды үлкейтіп аламыз. Және оқтаудың көмегімен осылай жая беретін боламыз. Кішкене ұрпақты болғаны жақсы, себебі қамырымыздың жабысып қалмауы үшін. Міне, мен қамырымды жайып болдым. Негізі чак-чактың қамырының формасы қатты маңызды емес. Қазір сіздерге қалыңдығын көрсететін боламын. Міне, қатты қалыңда емес. Міне, осылай болып шығады. Чак-чактың қалың емес, жұқа болуы өте маңызды. Жұқа болған сайын күтерлік болады. Мен осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Бөлікке бөлсеңіздер де, бөлмесеңіздер де болады. Осылай ұзынша етіп барлығын кесіп аламыз пышақтың көмегімен. Және кесілген қамырларымызды осылай жинап аламыз. Және осылай етіп 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қамырымыз дайын болды. Қызып тұрған газымызға чак-чактарымызды ары-бері аунатып қуырып алатын боламыз. Міне осылай түсте болуы керек. Қамыр қызып тұрған майда өте көп ұстау қажет емес, себебі күйіп кетуі мүмкін. Осылай барлығын қуырып аласыздар. Міне, түсі осындай алтын түстес болып шығатын чак-чагымыз осылай болып шықты. Міне, қазір өздеріңіздің алдарыңызда бөліп көрсетемін. Күтерлік болып шықты. Дайын болған чак-чагымызды ыдысымызға салып аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсел немесе сгущенка қолдануға болады. Мен үй жағдайында жасалған қант ұнтағын қолданған болатынмын. Достар, сіздерге айтатын тағы бір жайт, біздің YouTube каналымызда үй жағдайында жасалатын қант ұнтағы деген видеосы бар. Міндетті түрде қарап жасап көрсеңіздер болады. Ал біздің чак-чагымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің каналымызға тіркелуді, лайк басуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.